Peygamberдің дағы бір хадисінде келеді, Абу Хурайрадан айтылған хадис екен, Абу Хурайра радиаллаху анхудан айтылған хадис екен. Абу Хурайраны білесіздер, пайғамбардың жанында тақай жүрген, пайғамбардан ең көп хадисте риwayat қылғанда ошол Абу Хурайра болған. Пайғамбар айтыптыр, ушундай бір уақыт келеді дейді, елдер дейді, ошол не? Ошол тапқан ақшасын, тамағын адалдан таптуы, арамнан таптуы, ойланбай қала тұрған бір заман келеді дейді. Мадыр қарасаң, ушундай бір уақыт келді, прибыл тауыш үшін, пайда тауыш үшін сені жөнелі алдап қояды да, сен алданып қалғаныңды бір айдан кейін білесің да. Баяғы жерде че. Иши қылып бір пайда тауыш керек та баяғы жерде. Ошондай заман келіп қалды, Құдай Таала мені сақтасын. Андан кейін Абу Бакр радиаллаху анхуны білесіздер, ошол пайғамбардың хадисін айтып отады. Ла ядхулул джанната жасадун гудия бил харам. Арамнан азықтанған дене бұл бейішке кірбейді деген. Мысалы, Абу Бакр радиаллаху анху өзі бір қызматшысы бар екен, білесіздер, оқияны білсеңіздер керек. Ошо қызматшысы дайыма тамақ тауып келсе, бір нәрсе тауып келсе, мұны қайдан алдың деп сұрап тұрып жейді екен, да, Абу Бакр. Анан бір күн сұрап келсе, ойыншықпайлы жеп алып тұр да, баяғычы. Жеп алған екен, Абу Бакр, сен үшін сұраған жоқсың ғой сен. Десе, шындап мен сұрай қалып тұр, бұл қандай ақша әлі, қандай тамақ әлі десе, мен исламға келгенге шейін көз ашықтық қылат әлем дейді, бақшылық қылат әлем дейді. Біреу бір нәрсені сұраса, жөн әле, мындай әле, айтып қойдым әле, ошо сөзім тура келіп қалыптыр. Ошоны естеп қалған екен, ошонын ақысына да ошоны бер деле десе, Абу Бакр радиаллаху анху оозуну, сөймейін оозуна тығып тұрып, ошоны құсып салды дейді, баяғы жердечи. Неге андай қылдың десе, мен пайғамбарымыздың ушул хадисин ұқамын дейді. Қайсы дене арам тамақ менен тамақтанған болса, өскен болса, чоңойгон болса, ал бешке кирбейт деген хадисти ұққан елем. Егерде ошол не чықпаса, жаным чыққанға чейин мен ошоны чыгарганга аракет кылмакмын деген да, карасаңар. Bizde al nesen, ошондой беле, мейл кел деп турган жеп коёр. Жерде. Ошондой мейл бала берет деп. Карасаңар, bizde бала берет, не болуптур деген сөз бар да баягы жерде. Жок. Ошол жагына эмес этият болушубуз керек, ошол жагында карашыбыз керек.